Біздің ең алғашқы тоқталатын кездесу бұл отандасымыз Диар Нұрғожаев өнер көрсететін 205 фунт салмақтағы кездесу болмақ. Өзіміз білетіндей Диар Нұрғожаевтың алғашқы UFC-дағы кездесуінде қарсыласы бұл бразилиялық Брэнсон Рибейро екенін білеміз. Брэнсон Рибейро бас-аяғы карьерасында 23 кездесу өткізіп, оның 16-сында жеңіске жетіп, 7-еуінде жеңіліске ұшыраған. UFC-да бас-аяғы 3 кездесу өткізген. Біз білетіндей Брэнсон Рибейро 2024 жылы бас-аяғы 3 кездесу өткізіп, оның 2-еуінде жеңіліс тауып, 1-еуінде жеңіске жеткен. 2024 жылының ақпан айында өткізген алғашқы дебюттік кездесуінде қытайлық Жаң Миньянға нокаутпен жеңілген, ал одан кейінгі кездесуінде өткен жылдың маусым айында өткен кездесуде Дағыстандық Магомед Расул Гаджиевқа төрешілердің шешімімен жеңілген білеміз. Ал өзінің соңғы кездесуінде Брэнсон Рибейро Кайо Мачадоға қарсы өткен кездесуде төрешілердің шешімімен жеңіске жеткен болатын. Ал біз білетіндей отандасымыз Диар Нұрғожаев бас-аяғы карьерасында 10 кездесу өткізіп, 10 кездесуінің барлығында жеңіске жеткен. Яғни атап өтерлік нағыз мықты жауынгерлеріміздің бірі достар. Диар Нұрғожаев. Бұл кездесуде әрине сарапшылардың көбісі делік біздің отандасымыз Диар Нұрғожаевты фаворит ретінде көріп отыр. Біз білетіндей Диар Нұрғожаевтың жалпы тік тұрып төбелесу стилі мен бокс стилінің өте керемет екендігін де білеміз. Сонымен қатар біздің жауынгердің жалпы күрес стилінде өте жақсы деңгейде екенін атап өтейік. Ал Брэнсон Рибейроға келетін болсақ, бұл жауынгердің тік тұрып соғысу стилінде өте жақсы деңгейде екенін білеміз. Сонымен қатар әрбір бразилиялыққа тән бұл жауынгердің де джиу-джитсу мен грэпплинг стилінің өте керемет деңгейде екенін атап өтейік достар. Вот это поворот! Менің ойымша бұл кездесуде әрине біздің отандасымыз Диар Нұрғожаев жеңіске жетуі тиіс. Әрине біз жеңіске үміттенетін боламыз. Менің ойымша бұл кездесу біздің отандасымыз Диар Нұрғожаевтың нокаутымен аяқталуы тиіс деп есептеймін. Тіпті төрешілердің шешіміне барып жатса да мен таңғалмаймын достар. Біз білетіндей Диар Нұрғожаев өзінің UFC-ге апарар жолында Dana White Contender сериясында өткізген кездесуінде қарсыласын нокаутпен жеңгенін білеміз достар. Сол кезде Dana White'тың өзі жалпы соққы бағыттаудан гөрі Диар Нұрғожаев көзін көп жұмған секілді деп Диар Нұрғожаевтың кездесу барысындағы келеңсіздіктерін атап өткен болатын. Бұл әрине бұл кездесу барысындағы орын алған Диар Нұрғожаев тарапынан орын алған келеңсіз жағдай екенін атап өтейік достар. Excellent. Well, can't wait to see it again. Congrats on the win and congrats on the contract. Thank you very much.